Қазақстанда маска режимі қайта енгізілді. Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер Айжан Исмағамбетова ауа тамшы жол арқылы берілетін инфекциялық аурулардың таралуының алдын алу жөніндегі профилактикалық шараларды күшейту туралы қаулыға қол қойды. Құжатқа сәйкес санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің облыстардың Алматы, Астана, Шымкент қалаларының денсаулық сақтау басқармаларының аумақтық департаменттерінің басшылары медициналық ұйымдарда персоналдың және келушілердің медициналық маскаларды пайдалануын, антисептиктердің болуын, халық арасында COVID-19 коронавирус инфекциясының, тұмаудың және ЖРВИ профилактика шаралары туралы ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізуді қамтамасыз етуге міндеттелді. Сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға халықтың көп жиналатын жерлерінде әуежайлар, теміржол вокзалдары, автовокзалдар, базарлар, сауда ойын-сауық орталықтары, сауда үйлері, театрлар, кинотеатрлар, халыққа қызмет көрсету орталықтары, банктер және тағы басқалары. Көліктің барлық түрлерінде қоғамдық көлік, әуе, теміржол көлігі, медициналық немесе матадан тігілген маскаларды пайдалануға ұсыным берілді. Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. 2024 жылдың қаңтарында өткен жылғы желтоқсанмен салыстырғанда коронавирусқа байланысты жағдай 2,5 есеге өскені байқалады. Қаңтарда 477 коронавирустық инфекция, желтоқсанда 176 инфекциялық жағдай анықталған. Жаңа жағдайлардың ең көп саны Алматы қаласына тиесілі 143 факті және Астана қаласында 74 жағдай. 2024 жылы 26 қаңтар және 1 ақпан аралығындағы апталарда республикада 144 коронавирустық инфекция және 11 жағдай тіркелген. Республика және барлық өңірлер жасыл аймақта инфекциялық төсектермен қамтылу 1% құрайды. Стационарда емдеуге 3 пациент бар. Айта кетейік, шектеу шараларын енгізу жоспарланбайды. Бұл ретте соңғы айдың ішінде коронавирус инфекциясымен сырқаттанушылардың өсуі байқалған. Сондай-ақ ЖРВИ және тұмаумен сырқаттанушылардың эпидемиясы маусымының жалғасып жатқанын ескере отырып, адамдар көп жиналатын үй-жайларда, қоғамдық көлікте, медициналық ұйымдарға барған кезде, науқаспен байланысты болған кезде маска кию ұсынылады. Бұған дейін коронавирус қайта оралды деген ақпарат жария болып, қазақстандықтарға бетперде тағу режиміне көшу ұсынылған болатын. Парламенттің төменгі палатасының спикері Ерлан Қошанов коронавирус инфекциясын жұқтырып алғанына байланысты президенттің қатысуымен өткен кеңеске қатыспаған еді. Кейбір мәліметтерге қарағанда президенттің кеңесшісі Қанат Бозымбаев та COVID-19 жұқтырған.